Дәрігер болу жүректің ісі. Медицина қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында мемлекет басшысы өз саласында ерен еңбек еткен мамандарды Ақордада жинап арнайы марапаттады. Президент еліміздегі медициналық ахуалға қысқаша тоқталып, жеткен жетістіктерімізді санамалап берді. Бүгінде 380 мыңға жуық адам денсаулық сақтау саласында табан салдырмай еңбек етуде. Халқымыздың орташа өмір сүру жасы 75 жасқа дейін жетіп, ана мен бала өлімі шамамен 12%-ға азайған. Соңғы 5 жылда құлауға шақ қалған көненің көзіндей біраз ауруханалар сүріліп, орнына 800-ге жуық жаңа нысан бой көтерді. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде өмірін, ұлт саулығын жақсартуға арналған отбасыларда ерекше атап өтті. Бүгінде еліміздің денсаулық сақтау саласында 380 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Әр маманның еңбегі орасан зор. Ұлт саулығын сақтауға бүкіл өмірін арнаған тұтас әулеттер бар. Алматыдағы Жуашевтер әулетінен 13 адам медицина саласын таңдаған. Олардың жалпы еңбек өтілі 375 жыл.